Үй қызметкерін таңдау агенттігінде Шынар менеджердің алдында отырды. Құлағына тек сағаттың тықылы ғана естіліп тұрғандай болды. Менеджер жұқа ерінді, қатал әйел, бір қалыпты, үзіліссіз сөйлеп отырды. Құдды келісім шарттың ұзақ әріптермен жазылған шарттарын оқып жатқандай. 10 минут бойы бір ғана сөзді қайталады. Қыз қиын мінезді, жүйкесі әлсіз, тіл табысу мүмкін емес. Шынар тыңдап отырып оңаша жазып алды. Жасы шамамен 10-да. Аты Аяла, әкесі Ислам кәсіпкер, үнемі сапарда. Анасы Мадина 2 жыл бұрын қайтыс болған. Осы уақыт ішінде 11 күтуші ауыстырды. Ешқайсысы 3 аптадан артық шыдамады. Дәл сол жерге барғыңыз келетініне сенімсіз бе? Деді менеджер көзілдірігін шешіп. Астана маңындағы жабық елді мекен, барлығы күзетте, жалақысы жоғары, тұратын жер беріледі, деді ол кідіріп, күрсініп. Бірақ бәрі жылап қайтады. Шынар бөтеннің көз жасынан қорықпайтынын түсіндіруге тырысты. Ол жақсы білетін баланы жұбатудан гөрі ол саған жақындауға мүмкіндік бергенде соған төзу қиын. Мекен-жайды жазыңшы, деді ол сабырмен. Жол шамамен 1 сағатқа созылды. Қаңтардың суық күні, күн жылытпай тұрды. Қар алдыңғы әйнекке жұқа қабатты болып түсіп, мөлдір із қалдырды. Қақпаға жеткенде күзетшілер құжаттарын үнсіз тексеріп, қақпаны ашты. Аязовтардың үйі өмір сүретін жерден гөрі көрме үлгісіндей көрінді. Қатаң фасад, мінсіз шыршалар, тап-таза соқпақтар, бәрі тым мінсіз, журнал бетінен түскендей. Мұнда күлкі көптен бері естілмеген шығар, деп ойлады Шынар. Есікті үй иесі өзі ашты. Ислам Аязов күткенде емес, жас көрінді, шамамен 40-тарда, бірақ көзі шаршаңқы, өзін ұстап жүрген адам тәрізді. Қол алысты, сыпайы, бірақ суық, әдеттегі рәсім іспетті. Шынар, деді ол нақтылап, кіріңіз, бізде адамды табалдырықтан қарсы алмайды. Үйдің іші ағаш иісімен жылы иістеніп тұрды. Қонақ бөлме интерьер журналының бетін еске салды. Әйнек, тас, жұмсақ жарық, түзу сызықтар. Қабырғада отбасы суреті, ер адам, жарқын күлкі, әйел мен ақ көйлектегі қыз бала. Шынардың көзі еріксіз әйелге түсті. Бұл Мадина, енді өмірде жоқ анасы. Ашық айтайын, деді Ислам кабинетке кірген соң. Үмітім жоқ, ол ешкімді қабылдамайды. Бәрін байқап көрдік. Күн тәртібі, сабақтар, психолог, тіпті басқа орта жарты жыл өтті. Нәтиже 0. Керісінше өзінен тұйықталды. Ол ащы жымиып қойды. Агенттік сіздің тәжірибеңіз бен педагогикалық біліміңіз бар, деді. Мүмкін сіздің жолыңыз болар. Даусы салқын болғанымен Шынар оның ішкі күйзелісін сезді. Сөренің үстінде портреттегі әйелдің бала құшақтап күліп тұрған суреті тұрды. Мадина кеткеннен кейін қайғымды көрсетпеуге тырыстым, деді ол баяу, өз сөзіне өзі таңғалғандай. Қызыммен жеңіл болады деп ойладым, деді Шынар жұмсақ үнмен, бірақ керісінше болды, деп сыбырлады ол. Ол менің желеуде жылағанымды кешірмейді. Ойлады, ұмытып кеттім, деді ол көзін басқа жаққа аударып. Шынар басын изеді. Балалар сөзді емес, біз жасырып жүргенді сезеді, деді ол жай ғана. Сондықтан ол ешкімге сенбейтін шығар, деді ол қысқа жымиып. Шынар артық ештеңе айтпады. Ас үйді, бөлмені, жуынатын орынды көрсетуін сұрады. Бөтен үйге бой үйрету үшін ұсақ түйек таныс нәрсе керек. Сосын 2-ші қабатқа көтерілді. Жоғарыда тыныштық орнаған, жайсыз, тіпті үрейлі. Есік сарт етер алдындағыдай. Шынар ханшайымның бөлмесі деген жазуы бар ақ есіктің алдына тоқтап, жай ғана қысқа қағып қойды. Егер қаламаса бас тартуға орын қалдырып. Аяла,
Менің атым Шынар. Тек амандасқым келген еді, деді ол сабырмен. Есіктің ар жағынан сықыр естілді де нәзік дірілдеген дауыс шықты. Кетіңіз, маған күтуші керек емес. Есік сәл ашылғанда табалдырықта пижама киген қыз тұрды. Үлкен көзді, астында көлеңке, ал алақанында қатты қысым ұстаған сурет. Жақындамаңыз, деді ол сабырлап, бірақ ашумен. Мен жақындамаймын, деді Шынар сабырлы үнмен. Сіз де өтірік айтасыз, бәрі де солай дейді. Қаламыз деп, сосын кетіп қалады. Өйткені мен жаманмын. Сен жаман емессің, деді Шынар жай ғана. Олар тек қорықты. Саған қалай көмектесуді білмеді. Қыз есікті тарс жауып жіберді. 1 минуттан соң сынған ыдыс сылдырлады. Шынар жақындаған жоқ. Қабырға жанындағы баспалтаққа отырып биіктен емес, тең дәрежеде айтты. Егер су ішкің келсе немесе жай ғана сөйлескің келсе, мен осындамын. Тыныштық, сосын төсектің сықыры, көрпенің сыдыры тыңдап жатыр. Шынар жаймен тұрып төменге түсті. Ас үйге кіріп, сөмкесінен блокнот алып қойды. 2 кесе тапты. Бірі ақ, қарапайым, екіншісі салынған фиалкасы өрнекпен. Шай құйды, сүтті жылытып, аздап бал қосты. Ақ кесені өзі алдына, ал сәнді кесені сәл әрі қойды. Ислам Аязов кіргенде ол тыныш қана айтты. Бүгін мен ештеңе міндеттемеймін, тек осында болам. Кейде балаларға сенімді болу үшін керек, деді ол. Ересек адам итеріп жіберсе де кетпейтінін көру. Сенімді болу, қайталады ол ауыр дауыспен. Кейде өзім де шыдамай кетем. Ол да болады, деді Шынар жұмсақ үнмен. Отбасы альбомдарын көрсете аласыз ба? Ол таңырқап, бірақ үнсіз 2 қалың альбом әкелді. Үстелге абайлап қойды. Бағалы заттай. Рахмет, мен оларды ашық қалдырам. Егер аяла түссе, өзі шешсін. Қалай ма, жоқ па? Күн баяу өтіп жатты. Тек кір жуғыш машинаның дауысы мен ер адамның телефонмен баяу сөйлескені естілді. Шынар асықпады. Үстелге бояу дәптерін, бірнеше қарандаш пен печенье қойды. Ештеңе айтпай, шақырмай, тек таңдау мүмкіндігін реттеді. Түстен кейін сағат 4 шамасында ас үйдің есігінде қыз пайда болды. Арық көзі мұздай, ішінде үлкендердің шаршаған нұры бардай. Ол ішке кірмеді, есік жақтауынан ұстап тұрды. Шынар қозғалған жоқ, тек қолын үстелден жай ғана қойды. Қорқытып алмау үшін. Қыз жалаңаяқ үстелді ұзын пижама кеудесінде жалғыз мүйіз бейнеленген. Қараған көзі тым ерте түсінген баланың көзқарасы. Ересектерге бірден сенуге болмайды. Шай ішесің бе, деді Шынар, жай әңгімелескендей. Суып қалды, бірақ бал қосылған. Аяла жауап бермеді, тек көзімен кесені қарап қойды. Немесе жылы сүтше, деді Шынар, балалық шақтағыдай тәтті. Бұл сөздер өздігінен аузынан шықты, бірақ ол дереу өкінді. Апа, деп сөз қызға ауыр екенін білді, бірақ аяла қашпады. 1 қадам, сосын тағы 1 қадам. Апа, деді ақырын, даусы байқап тұрғандай. Ол да солай айтатын. Сүт туралы ма? Деді Шынар нәзік үнмен. Ішің тоңса, сыртыңнан жылынып ал, дейтін шығар, иә? Шынар жымиып қойды. Әдейі емес, жүректен шыққан. Осы алғашқы нәзік көпір үшін ризашылықпен. Ақылды анаң болған екен, деді ол. Аяла басын изеді. Орындықтың шетіне отырды да Шынардың сүт құйып оған бал араластырып жатқанын үнсіз бақылады. Кесе ішінде алтын түсті шеңберлер пайда болды, ал қасықтың сыңғыры үй үшін тыныштыққа бөлегендей болды. Сен күтушіге ұқсамайсың, деді қыз үстелге қарап. Онда кімге ұқсаймын? Деп сұрады Шынар. Мұғалімге, тек ашуланбайтын мұғалімге.
Шынар терең демалды. Оның өткен өмірінде расында мектеп болған. Тағдыр мен мінезі әртүрлі балалар оқитын түзету сыныбында бірнеше жыл жұмыс істеген. Ол білетін, әрбір қалғым келмейді дегеннің артында ауырсыну, әрбір кетші дегеннің артында қалшы деген өтініш бар. Мен сәл мұғаліммін, деді ол жай ғана. Тек қазір мен сенен үйреніп жүрмін. Аяла түсінбей жыпылықтатты. Нені? Сабырды. Қыз алғаш рет езу тартты. Сенде онша шықпай жатыр, деді ол кесені өзіне тартып. Сүттің иісі балалық шақты еске салды. Ол баяу ішіп отырды, ал Шынар үндемеді. Кейде үнсіздік сөзден де көп нәрсе айтады. Сүтті ішіп болған соң Аяла күтпеген жерден сұрады. Сен төменде ұйықтайсың ба? Я, ас үйдің жанындағы бөлмеде. Ол жақта түнде қорқынышты. Неліктен? Үй үлкен, ал анам бұрын дәліздегі шамды үнемі жағып қоядын. Әкеме шам жанған ұнамайды. Шынар басын изеді. Онда мен өз бөлмемде шамды жағып қоям. Егер оянып келсең, төменге қара, жарық болады. Қыз ұзақ үнсіз отырды, сосын тұрып сыбырлап айтты. Маған біреудің жылағаны ұнамайды. Барлық күтушілер үнемі жылайтын. Ал мен жылай алмайым, деді Шынар тыныш қана. Бірақ күте алам. Аяла жауап бермеді. Тек басын изеп бөлмеден шығып кетті. Арада 10 минут өткенде қайта оралды. Сен альбомды ашық қалдырыпсың. Онда анам мен әкем теңіз жағасында. Мен оны өзімнен алып кетейін бе? Әрине, деді Шынар. Қыз альбомды құшағына қысып, баспалдақпен жоғары көтерілді. Үй қайтадан тыныштыққа оралды. Бірақ бұл жолы тыныштықтың ішінде тыныс бар еді. Шынар өзіне шай құйып отырып ойланды. Бірінші қадам жасалды. Көзге көрінбес, бірақ дәл осындай балалардың өмірінде әрбір қадам жеңіс. Келесі таң үй әр әдеттегіше тыныш оянды. Аяқтың дыбысы жоқ, күлкі жоқ, есік сартылы жоқ. Тек кофе машинаның жұмсақ дыбысы мен исламның бір қалыпты тынысы ғана естілді. Шынар дастархан жайып қойды. Ботқа, алма, шәй қойды. Барлығы үлгі көріністей, ұқыпты, сабырлы, бірақ ішінде бір ерекше толқу бар еді. Маңызды бір нәрсенің алдындағы сезімдей. Ол Аяла түседі деп күтті. Әдетте алғашқы күні балалар тіпті тұйықталып кетеді. Бірақ сағат 9-ға 15 минут қалғанда баспалдақтан жеңіл дыбыс естілді. Қыз баяу түсті. Түнде жаңа күтушінің жоғалып кетпегенін тексергендей. Үстінде сол баяғы бір мүйізді суреті бар пижама мен үстінен киген жемпір. Шашы ұйпа-түйпа, көздері сақ. Қайырлы таң, деді Шынар. Бұл әлемдегі ең қалыпты таң сияқты. Деді Аяла ботқаға қарап. Бұл ботқа, сұлы ботқасы. Бірақ қаласаң, какао мен істей алам. Қыз үндемеді. Жай ғана жақындап келді. Аяла қасық алып сыбырлап айтты. Мен тәттіні ұнатпаймын. Онда балсыз болсын, деді Шынар жымиып. Үнсіздік орнады. Біраздан соң Аяла қайта сөйледі. Жай ғана әңгіме бастап кеткенде. Әкем бүгін 3 күнге кетеді. Саған айтты ма? Жоқ, мен жай білем. Ол әрдайым солай істейді. Әуелі ұзақ сөйлеседі, содан кейін чемодан шығарады. Шынар басын изеді. Әкең кеткенде саған мұңды бола ма? Аяла иығын көтерді. Білмеймін. Ішім бос сияқты. Бос деген сөз екеуінің арасында мөлдір шардай ілініп тұрғандай болды. Шынар оны қозғамады. Терезені ашты. Үйге таңғы аяздың иісі мен қардың жұпар самалы кірді. Онда былай істейік, деді ол. Үйде бос сезілсе, бірдеңе ойлап табайық. Мысалы, ұсақ нәрсе, пирожный, не сурет. Мен сурет сала алмайым, ал мен пирожный жасай алмайым. Қайсының нашар шығатынымызды көрейік. Қыз жымиып қойды. Бұл жолы оның ерні ашу емес, жылы
күлкімен қозғалды. Ал егер әкем мені сурет салуға мәжбүрлесің деп білсе ше? Айтамыз, бұл арт-терапия деп. Ересектер кейде жай ғана көңілді, тыныштандықты нәрсені солай атайды. Аяла ойланып қалды. Сосын тәрелкені ысырып альбомды қолына алды. Мен анамды салсам бола ма? Әрине, Шынар оған қарындаштарды ұсынды. Қыз мұқият сызықтар сызып бастады. Жіңішке, дірілдеген, бірақ өте дәл. Бірте-бірте қағаз бетінде жылы жүзді, үлкен көзді әйелдің бейнесі пайда болды. Ол немі көгілдір киетін, деді Аяла көйлегін бояп жатып. Айтатын, бұл түс адамдарды тыныштандырады деп. Ал сен сол түске қарағанда өзіңді сабырлы сезінесің бе? Кейде, онда мүмкін бөлмеңе көгілдір бір нәрсе ілеміз бе? Қыз алғаш рет тура ашық көзбен қарады. Перде ілсек бола ма? Әкем ескісін алып тастаған, жарық көбірек түседі деді. Болады, деді Шынар. Бірақ таңдайтын сен боласың. Сол сәтте Ислам чемоданмен кабинетінен шықты. Үстінде қатал пальто, галстук түсінен асығыс екені байқалды. Бірақ ол қызының үстел басында сурет салып отырғанын көріп тоқтап қалды. Сурет салып жатырсың ба? Деді таңғалып. Әзірге жай байқап көріп жатырмын, деді Аяла қысқа ғана. Әкесі, деді Шынар араласып, біз бүгін бөлмеге жаңа перде таңдаймыз, көгілдір түсті. Ол Шынарға сосын қызына қарады да сәл жымиып басын изеді. Жақсы, тек көп уақыт кетірмеңдер. Рахмет деп ол көзін тайдырды. Есік жабылған соң үйге тағы да тыныштық орнады, бірақ бұл жолы тыныштыққа жан біткен еді. Аяла суретке сосын Шынарға қарады. Саған бір нәрсе көрсетейін бе? Көрсет. Қыз орнынан тұрып, оны жоғары шақырды. Балалар бөлмесінде төсектің астында бір қорап тұр еді. Ішінде кішкентай қағаз кеме, әр қайсысында бір сөз жазылған. Анашым, теңіз, ұйқы, тыныштық. Мен оларды сағынғанда жасаймын, деді Аяла. Анам айтатын, бұл күтуге көмектеседі деп. Шынар бір кемені ақырын қолын алды. Онда күтеміз, бірге, деді ол. Кенеттен күтпеген жерден Аяла оны құшақтай алды. Жылдам, сәл ұялшақ, бірақ шын жүректен. Сен кетпе, жарай ма? Кетпеймін, деді Шынар. Тіпті қиын болса да. Бұл жай ғана құшақ емес еді. Бұл келісім еді, нәзік, қағаз қайықтай, бірақ шынайы. Бір апта өтті. Аязбаевтардың үйі енді ауада білінер-білінбес жылулықпен өзгеріп қалғандай болды. Балалар бөлмесінде көгілдір перде ілінді. Оларды Аяла өзі таңдаған мөлдір күміс жіппен кестеленді. Күн сәулесі енді қабырғаға жұмсақ түсетін. Бұл жарық тек мата арқылы емес, үйдің тереңінен, баяғы қатып қалған тыныштықтың арасынан өтіп жатқандай еді. Шынар асықпады. Ол сенімнің бір сәтте орнай саламайтынын білетін. Ол күн сайын тыныш, еңбек, бірге шай қайнату, балалар кітабынан бір бетті қайта оқу және сөйлегін келмесе үнсіздікке рұқсат беру. Жұма күні Ислам оралды. Есіктен кіргенде шаршаңқы көрінді, бірақ көзінде таңданыс пен сақтық бар еді. Ол қызының кітап оқып отырған күйін көрді. Аяла диванда пледке оралып саусағымен жолдарды баяу сипап отырды. Не оқып отырсың? Деді ол пәлтөсін шешіп жатып. Кішкентай Ханзада. Шынар айтты. Бұл балаларға арналған емес деді. Ер адам тәрбиешіге бұрылып қарады. Балаларға емес пе? Шынар сәл жымиды. Онда жас туралы емес қой, Ислам. Онда жалғыздық туралы, деді. Ер адам бас изеді, бірақ көзінде бір нәрсе жылт етті. Жалғыздық деген сөз әлде бір ескі жарасын қозғап өткендей. Я, Мадинада бұл кітапты жақсы көретін, деді ол үнсіздіктен кейін. Бұл есім ауада естілсе салысымен желдің толқынындай іліп әкетті. Аяла қатып қалды. Анасын қаттырақ еске салса, ол қайта келіп қалардай. Шынар ауаның ауыр тартыла түскенін сезіп әңгімені басқа жаққа бұрды. Сіз жақта біз бір ой таптық,
деді ол жұмсақ дауыспен. Кітапхана жасаймыз. Енді аяланың өз сөресі бар. Қыз қуанып айтты. Әке қарашы, барлығын мен өзім үстеріне қарай реттедім. Ол жақындап қарап тұрды. Сөрелерде кітаптар көгілдірден қою көкке дейін түстеліп тұр. Аспанның түрлі мезгіліндей бейнелейді. Әдемі, деді ол, өте әдемі. Аяла иегін көтеріп мақтанышпен жымиды. Біз тағы қайықтар жасадық. Қайықтар? Қағаздан, деді Шынар. Күн сайын біреуін. Әр қайсына сол күннен есте қалғандарды келтіріп жазып қойдық. Кешке Аяла ұйықтаған соң Ислам ас үйге түсті. Шынар үстелде отыр, қолында түймедақ шайы, дәптерге бірдеңе жазып отыр. Сіз түнде де жұмыс істейсіз бе? Деді ол. Бұл жұмыс емес, деп жымиды Шынар. Тек жазбалар, кейде солай. Баланың ішкі әлемін түсіну жеңіл болады. Ер адам өзіне кофе құйып қарсы отырды. Бірнеше секунд үнсіз буға қарап отырды да айтты. Сіз осындай оқиғаларды қорықпайсыз ба? Қайсысынан? Бала сізге үйреніп қалады, ал кейін сіз кетесіз ғой. Шынар қаламын жайлап қойды. Мен кету туралы ойламайым. Мен үшін ең бастысы, мен барда бұл үйде сәл де болса жылу болса. Ол басын изеді. Кейде сіз тек күтуші емес сияқтысыз. Сонда кіммін? Сіз бұл үйде баяғыдан өшіп қалған бір дауысты қайта оралтқандайсыз. Шынардың жүрегі сыздап кетті. Мадинаның дауысын ба? Ол жауап қатпады, тек терезе жаққа қарады. Терезеден каминнің оты баяу шағылысып тұр еді. Ол қайтыс болғанда, деді ол сыбырлап, мен үйдегі музыканы өшіріп тастадым. Әуен опасыздық секілді көрінді. Кейін қызым да үнсіз қалды. Ал енді күлкі, сурет, тіпті бәліштің үйсі. Бұл біртүрлі емес, деді Шынар. Бұл өмір. Ол үнсіз ғана қайта оралды. Ер адам алғаш рет қорғансыз көзқараспен жоғары қарады. Рахмет, Шынар. Оның кеудесінде бір жылы бірақ мазасыз сезім тулады. Себебі ол рахметтің артында жай ғана алғыс емес, одан да терең нәрсе бар еді. Бір нәрсе бар еді. Оны екеуінің де істеуге құқығы жоқ. Шынар дәптерін жапты. Қайырлы түн, Ислам мырза. Ер адам басын изеді. Әрі қарай сөз айту орынсыз екенін түсінгендей болды. Ол кеткен соң Шынар жартылай қараңғы бөлмеде үнсіз отырды. Үстелде күндіз өзіне арнап жазған жазу жатты. Қуанышқа асықпа. Көптен үнсіз тұрған үйде әр дауыс сынақ секілді еді. Шынар балалар бөлмесіндегі жарыққа көз тастады. Көгілдір перденің ар жағында қыз ұйықтап жатты. Түсінен алғаш рет қорықпай. Қар үшінші күні тоқтаусыз жауып тұр. Тыныш, қою, жерге мақтадай баяу қонып жатты. Үйдің іші сирек болатын, бірақ жылы тыныштыққа толы еді. Ас үйде алма бәлішінің иісі шықты. Аяла бәлішті анасының ескі дәптерінің табылған рецептпен пісіргісі келді. Қыз еденде отырып, қамырдан кішкентай жүрекшелер жасап, әр қайсысын қалыптың шетіне мұқият қойып шықты. Шынар үнсіз көмектесіп отырды. Бұл жай ғана дайындау емес, тірілген естеліктің нәзік көрінісі еді. Бәліш пешке қойылған соң Аяла көзін көтермей айтты. Әкем айтты, сен анаңа ұқсайсың. Шынар сәл тоқтап қалды. Рас айтты ма? Иә, бірақ жай ғана сыбырлап. Ол мен естімейді деп ойлады. Шынар тізерлеп отырып қыздың көзіне қарады. Мен сенің анаң емеспін, Аяла. Олай ешкім бола алмайды. Білем, деді қыз ересек адамша сабырлы үнмен. Бірақ сен қасымда болғанда әкем ашуланбайды, мен де қорықпаймын. Бұл сөздер жүрегін тіліп өткендей болды. Шынар кеудесінде қуаныш пен мазасыздық араласып сезініп жатты. Кешке Аяла ұйықтаған соң Ислам кабинетіне түсті. Қолында шарап толы банкі бар. Ол шаршаған, бірақ тыныш, тіпті жеңілдеген сияқты еді. Бола ма, деді ол қарсы орындыққа ишара жасап. Шынар басын изеді. Біршама уақыт үнсіз отырды. Ошақтың жарығына қарап, бокалды баяу айналдырып отырды. Сосын айтты. Бұл үйде
күлкіні енді естімеймін бе деп ойлап едім. Мадина қайтыс болғаннан кейін жұмыстан бас алмай кеттім. Үйге тек ұйықтауға келетінмін. Кейде соның өзі артық сияқты көрінетін. Шынар үнсіз тыңдап отырды. Сосын сіз келдіңіз және кенеттен бұл үйге тіріліп тіршілік келді. Тіпті Аяла, ол тоқтап түзетті. Аялам, қалай істегеніңізді білмеймін. Мен тек қасында болдым, деді Шынар. Жоқ, бұл жай ғана қасында болу емес. Сіз мен жоғалтқан нәрсені қайта оралттыңыз. Шынар ауаның қоюланып кеткенін сезді. Ол орнынан тұрып терезеге жақындады. Қар баяу жауып тұрды. Жарық оның бетіне жұмсақ шағылысып тұр. Қажет емес, Ислам, деді ол сабырлы да нығынмен. Алғыс пен құтқарылуды шатастырмаңыз. Ер адам бокалды қойды. Мен шатастырған жоқпын, тек, деп ауыр күрсінді. Кейде қорқам. Сіз Мадина секілді сөйлейсіз, тіпті күлкіңіз де сондай. Шынар бұрылды. Өйткені мен де өмірді жақсы көрем. Ал Мадина меніңше оны шын сүйген. Ол ұзақ қарап тұрып, бірақ сөз таппады. Соңында тек сыбырлады. Маған емес, тек Аялаға ғана емес, өзіме де көмектестіңіз. Ал сізге мен көмектесе алмаймын, деді Шынар ақырын. Сіз өзіңіз істеуіңіз керек, қызыңыз үшін, мен үшін емес. Ол басын изеді, бірнеше секунд үнсіздік, сосын баяу айтты. Сіз бәлкім кетесіз. Өз уақытыңыз келгенде, ерте ме, кеш те емес. Бір аптадан кейін Шынар шынымен кетті. Мүлде емес, тек бұл үй өз тынысын өзі табу үшін. Ас үстелінің үстінде апельсин салынған ваза қасында бір жазба қалдырды. Егер тыныштық қайтадан тым қатты естілсе, әуен қосыңыз. Өмір дыбысты жақсы көреді. Аяла жылады, бірақ айқайлаған жоқ. Тығылғанында тек қақпаның алдында ұзақ тұрып, қол бұлғады. Ислам қасында тұрды, көз жасын жасыра алмай. Әке, деді қыз, машина бұрылыстың арғы жағына кеткенде. Ол қайтып келе ме? Я, келет деп ойлаймын, деді ол, тізерлеп отырып. Бірақ енді біз өзіміз де бәрін жеңеміз. Қыз әкесіне байсалды қарап сыбырлады. Онда мама қуанады. Арада жарты жыл өтті, көктем келді. Аязбаевтардың ауласында қайтадан күлкі естілді. Кіреберісте кітаптарға толы сурет тұрды. Мадинаны еске алуға арналған балалар кітапханасы. Аяла басқа балаларға кішкентай Ханзада кітабын дауыстап оқып отырды. Қақпада қысқа, ашық түсті, шашты әйел кірді. Қолында сирен толы себет. Аяла бірінші болып жүгіріп барды. Шынар, біз сені күттік. Шынар себетті сатыға қойып жымиды. Мен білем, сендер менсіз де бақытты болуды үйреніпсіңдер, деді. Күнделікті өмірде өзгерген Исламның кіреберісте көрді. Шаршаған түрі кеткен, иығы тік. Кіріңіз, Шынар, деді ол. Ол кірді, үйде әуен ойнап тұрды. Тірі, жылы әуен. Сол сәтте оған қабырғадағы Мадинаның портреті тұрған жерде көлеңке жымиғандай көрінді.